Қымбаттан балалар, бүгін бізде қонақта Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасының аға инженері, азаматтық қорғау капитаны Сейітхан Заматовнамен кездесуіміз болғалы отыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар қауіпсіздік жаздық демалыс. Осы жөнінде шақырғандарыңызбен сөйлесеміз, сұхбаттасамыз. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті мұғалімдер, шақыртуларыңызға көп рахмет. Расында қазір алда демалыс орындары орын алды. Сондықтан да жаңа бейқам уақытында жаңағы демалуға, сабақ қарамауға болатын кезең, бос уақыттарымыз көбірек болатын кезең. Сондықтан да өрттің кез келген жерде, кез келген уақытта орын алуы мүмкін екенін естен шығармауымыз қажет. Сондықтан да біз жаңағы оған дайын болуымыз керек. Мадина, өрт дегеніміз не? Жалпы өрт дегеніміз қарапайым тілмен айтылғанда адам денсаулығына зиян келтіретін материалдық шығынға әкелетін жану. Енді өрт дегеніміз ең көп таралған апаттың түрі болып табылады. Әрбір 2 минут сайын болып жатады әлемде. Жаңағы әр өртте адам жарақаты, адам өлімі болуы мүмкін. Сондықтан да біз өрттің ең көп таралатын бірі, себептердің бірі балалардың абайсызда қолданудан болады. Сондықтан да басты ереже, ешқашан отпен ойнамауымыз керек, басқаларға да ойнауға жол бермеуіміз қажет. Егер өрт болған болатын болса, аман қалуға көмектесетін пәтердегі өрт қауіпсіздік ережелері бар. Жаңағы тақырыпта біз соны ауқымды айтатын боламыз. Ең бірінші айтатын кезек, жаңағы балалардың абайсыздап қолдануы, отпен абайсыздап қолдануына ата-аналары жауапты болып келеді. Сондықтан да әкімшілік құқық бұзушылық бойынша кодекске бізде қарастырылған жауапкершілікке тартылады. Онда айыппұлға немесе ескерту береді ата-анасына. Сондықтан да балалар от дегеніміз, сіріңке дегеніміз ойыншық емес болып. Кәмелетке жетпеген балаларға ата-аналар жауапкершілікке әрине дұрыс. Мысалы үшін егер тұтқын иісін сезген жағдайда балалар өздері қалай ұстау керек? Егер де пәтерде болғанда, үйде болғанда түтіннің иісін сезетін болсаңыз, бірден түтіннің қай жақтан шығып жатқанын анықтауымыз керек. Үйдің барлық жерін қарап, балконға дейін, барлық бөлмелерін барлығын ашып қарап шығуымыз керек. Себебі өрттің шығу уақытын жіберіп алмас үшін. Сондықтан да өрттің иісін сезген болсаңыз, подъездге шығып, подъезден не болмаса, басқа пәтерден шығып жатқан болуы мүмкін. Сондықтан да соның барлығын анықтап біліп алуымыз керек. Сол негізгі іс-әрекеттердің бірі. Мысалы үшін балаларға өрт болған жағдайда қай нөмірге хабарласуға болады? Ең бірінші есте сақтайтын номерлардың бірі 101, 112. 101, 112 номерларын міндетті түрде есте жаттап алуымыз қажет. Себебі сондай қиын жағдайларға тап болғанда балалар немесе ересек адамдардың өздері паникаға беріліп, номерді ұмытып жатады. Сондықтан да 101, 112 номері кез келген телефоннан тегін хабарлайтын номер болып табылады. Нақты қай жерде өрттің алып жатқанын, қай жерден шығып жатқанын барлығын нақты жауап беруіміз керек. Толық баратын диспетчерге хабарлауымыз керек. Диспетчердің қойған барлық сұрақтарына жауап бере алуымыз керек. Қаншалықты қауіп-қатер төніп тұрғанын барлығын дұрыстап түсіндіруіміз керек. Себебі салқын қанды сабырға келіп, өзімізді дұрыс әрекеттерге бұрмаса, паникаға берілетін болсақ, өте қауіпті дүние. Сондықтан да кейбір балалар элементарлы ережелерді білмей, шкафқа тығылып жатуы мүмкін, немесе төсектің астына кетіп жатуы мүмкін. Оның барлығы өте қауіпті болып табылады балақайлар. Сондықтан да төсектің астына тығылмаймыз, шкафқа тығылмаймыз, бірден қауіпсіз жерге есіктен шығып, далаға шығып құтылуымыз керек. Екіншіден ересектерді шақыруымыз керек, егер де өзіміз жалғыз болатын болса. Сол осы негізгі әрекеттердің бірі осы болып табылады. Өрт болған жағдайда өзіміз ұстау әрекеттерін бірге айтып отырсыз. Мысалы үшін бала үйде жалғыз қалды, су болмаған кезде сондай жағдайлар болады. Жазғы уақытта
су болмағаннан кейін келуден шығады деген сияқты. Содан кейін мысалы үшін электр жабдықталмаған әрекет болса, сондай жағдайларда балалар қалай өзін ұстау керек? Әрине ондай жағдайлар кез келген уақытта кез келген жерде орын алуы мүмкін. Балалар үйде жалғыз қалып жатады, жаңағы кезі болғандықтан. Сондықтан да ең бірінші есімізге сақтайтын іс-әрекеттердің бірі ол жаңағы бағалауымыз керек. Өрттің жаңағы алаңы қаншалықты екенін. Егер де ол кішкентай ғана болатын болса, суды шашу арқылы, ал егер де шынымен де жаңағы айтып жатқандай суды өшіріп тастаған болатын болса, жаңағы гүлдің топырағын себу арқылы, не болмаса қатты матаны аламыз да жаңағы отты соғу арқылы. Соғу соқсаңыз жаңағы от тиіп келмеген кейін от өздігінен өшіп қалады. Ол кішкентай ғана егер де өрт болатын болса, ауа болмауы керек. Өте қауіпті, есік терезені ашуға болмайды. Себебі жаңадан от тиіп келетін болса, ол одан сайын өрши бастайды. Сондықтан да жаңағы өзін-өзі жалғыз қалған болатын болса, балалар ең бірінші жаңағы өрт кішкентай ғана болатын болса, қайта орап айтамын, сумен өшіру керек. Су болмайтын болатын болса, жаңағы топырақпен, гүлдің топырақтары болмаса тіпті жаңағы кір жуатын жаңағы порошок деп айтып жатамыз, сол кезде жаңағы себу арқылы. Бірақ бірден негізгі іс-әрекет жақсы, жаңағы матамен суару, матамен қатты синтетика себебі синтетика одан сайын өршіп кетеді. Сондықтан да қатты матамен суару өшіріп алуымыз керек. Кейбір ата-аналар балаларын сыртынан жауып кетеді. Сондай жағдайда не істеу керек? Егер де сыртқы есік жабық болатын болса, өрт баяғы шыққандай да болатын болса, жаңағы қауіпсіз жер ол басқа бөлме болады. Басқа бөлмеге қарай тығыламыз. Содан кейін жаңағы қазір балалардың барлығында ұялы телефон бар. Соны өзімізбен алып, жаңағы қауіпсіз жерге қарай, басқа бөлмеге қарай тығыламыз. Балконға да болады, балконға қарай шығып қашып тұруға болады. Бірақ енді оның барлығын жаңағы өрт басқа бөлмеде болып жатса, артымыздан есікті жабамыз. Ол жаңағы сыртқы есік жабық болған жағдайда. Егер сыртқы есік ашық болса, әрине біз сыртқа шығып кетуіміз керек. Ата-анамыз сыртымыздан жауып кеткен болса, басқа бөлмеге қарай қашып құтыламыз. Есікті мықтап жабамыз. Себебі түтіннің иісі бері қарай келмеуі. Түтіннен иіс танып қалуы мүмкін. Сондықтан да есікті мықтап жабамыз. Балконға қарай шығуымызға болады. Балкон болмайтын бөлме болып болса, бөлмеде отырып 101-112 нөміріне тез хабарласып, барлық жерде түсіндіріп айтамыз. Қорықпаңыз, ештеңе де болмайды. Есіктің асты егер де ашық жаңағы болса, ауа кіретін, ондай жағдайда астына тез матаны жайып жаңағы түтін бері қарай сіздерге қарай кіріп кетпеу үшін тез жабамыз. Қорықпаңыз, қасыңызда ересек бар жоғын барлығын түсіндіріп, қай жерде өзіңіздің бөлмеде қалып қойғаныңыз туралы, есіктен жаңа шыға алмай қалғаныңыз туралы барлық мән-жайды түсіндіріп, қай қабатта орналасқаныңыз туралы соның барлығын түсіндірсеңіз, лезде біздің жаңағы құтқарушылар келіп сіздерді құтқарады. Қорықпаңыздар, сабырлық танытуыңыз керек. Өрт сөндіргіштен құрал болады ғой. Мысалы үшін сондай өрт сөндіргіш құрал болды деке, мысалға сондай кезде балалар оны білмейді ғой қалай қолдануды. Сонда қалай қолданып келгенін айтып берсеңіз. Енді өрт сөндіргіш ол енді әрине егер де сіздің үйіңізде болатын болса, ол тіптен керемет нәрсе. Бірақ енді көп үйде ол кездесе бермейді. Болмаған жағдайда жаңағы ғимараттарда болады. Үйде де болатын болса, ғимаратта, мүмкін сіз ғимаратта жүрген кезде өрт пайда болатын болса, сіз білетін жағдайларды жаңа таныстырып өтейін. Ең бірінші жаңағы өрт сөндіргішті қолымызға аламыз. Оның жаңа бас жағында өзіңіз көресіз, жаңа түйреуіш сияқты мықтап ұстап тұратын тұтқаны жаңағы зат тұратын пломба деген нәрсе болады. Жаңа пломбаны тез тартып аламыз, түйреуішті сындырып жібереміз. Тұтқаны ұстаймыз да жаңағы оттың ошағына қарай үстінен емес, жаңағы отты үстінен емес, жаңағы оттың түбіне қарай ұстап, сосын тұтқаны қатты қысу арқылы жаңағы қатты давлениемен деп айтып жатырмын, қатты қысыммен жаңағы
пена ретінде шығады жаңағы өрт сөндіргіштен. Соны жаңағы оттың түбіне қарай қатты қысып тұтқанмен жаңағы бағыттаймыз. Егер де от жаңағы столдың астында болып жатады, немесе тағы бір сондай қалқаншаның астында болып жататын болса, онда оттың үстінен емес, оттың астынан емес, себебі оттың астынан ететін болса, жалын жаңағы бетімізге келуі мүмкін. Сондықтан да қауіпсіздеу ол жаңағы оттың үстінен бағытталады. Егер столдың асты сондай бір жерлерде жиһаздың астында сияқты болып жататын болса, сол енді негізгі белгілердің бірі сол ең бірінші пломбаны алып тастап, тұтқаны қатты ұстауымыз керек. Сол жақсы. Рахмет, Мадина. Жақсы ақпаратыңызға. Балаларға жазғы демалысты жақсы демалып, күш жинап деген сияқты жаңа оқу жылы қауіпсіз сондай жағдайда тілейміз. Сіздерге рахмет. Сау болыңыз.